Қазақтың сол қыздар ай термесін үйренеміз. Ең әуелі бұл термен үйренуден бұрын домбырамызды теңшеп алайық. Менің қазір теңшегенім осы екі дыбыс. Ал енді осы үйрету барысында өздеріңізге көрсетіп отырған осы домбыра 19 пернелі домбыра болады. Бұда енді сіздердің үйренуіңізге қолайлы болу үшін перне санын және нотасын қосып айтып отырамын. Сіздер осы кескінге қарап үйреніп алыңыздар. Енді кескін біраз сәл-пәл ұзағырақ болуы мүмкін. Егер қызыққан болсаңыздар, маған ең алдымен гуанжу қылып, одан кейін заң қылып, жақсы лебіздеріңізді қалтырып, осы кескінді бастан ақыр толығымен көріп, үйреніп алыңыздар. Енді өлі болатын болса, осы терменің шертілуін бір шертіп көрсетейін. Енді өздеріңіз қарап отырсаңыздар, міне екінші перне, төртінші перне, бесінші перне, жетінші перне, одан кейін 9-шы перне. Осы жаңағы ататылған осы пернелерден шертіледі. Енді оң қолда қағысы болатын болса, көбінесе асты, үсті қағыс. Осылай қағыспен шертіледі. Ал енді біз осы ақаңын енді осы жерде бөлікке бөліп үйренейік. Ең әуелі мына бөлігін үйренеміз. Қарасаңыздар, ең әуелі басы бос шек. Мына жерде басқаның 5-ші перненің үстіндегі со дыбысы мен 4-ші перненің астындағы ши дыбысы. Жиыныш қағыс. Біріншісі бос. Ал одан кейін қоя бермей ұстап тұрамыз да, 3 қағыс жетеміз. Асты, үсті. Ал одан кейін 2 жетемізде лаға шығамыз. Ла дегеніміз 2-ші перненің асты, үсті қарай жетеміз. Ал одан кейін тағы да осы ши дыбысы және со дыбысын басып тұрып, 3 қағыс орындаймыз. Ал одан кейін 2-ші ақаңды үйренеміз. Осы үйренеміз. Бұл қалай шетеді деген кезде 5-ші перненің астын бірақ басамыз. Бас бармақтың астына келген нотаны көбінесе біз 2-ші сызықпен алып жетеміз. Бұны басып тұрып, 3 қағыс орындаймыз. Асты, үсті. Ал одан кейін нота до, ре, до. Ол 2-ші саусақпен до дыбысын, 4-ші саусақпенен 7-ші перненің астындағы ре дыбысын орындаймыз. Одан қайта доға келеміз. До, ре, до. Асты, үсті. Одан кейін 4-ші перненің астындағы ши дыбысын басамыз да, басырма қозғалмайды. Асты, үсті 2 қағыс орындаймыз. Асты, 2 қағыс орындаймыз. Дегеннен кейінді 2-ші перненің астындағы ла дыбысқа кетеміз. Ал одан кейінгі жер 3-ші ақаңды үйренеміз енді. Осы үйренеміз. Бұл қалай шет деген кезде бірінші бос шек, астыға қағыс, одан ши дыбысын басамыз, басырмақ со дыбысында үстіге қарай. Одан кейін ши, ла. Асты, лаға шыққанда үсті. Одан кейін қайтадан жаңағы астында ши, 4-ші перненің астында, 5-ші перненің үстінде со дыбысын басамыз. Асты, үсті қағыс жеткеннен кейін басырма қозғалмайды, 4-ші саусақпенен 7-ші перненің астындағы жай дыбысын басамыз. Одан кейін 5-ші перненің үсті астын басып тұрып, мынаға ақаңды орындаймыз. Бұл жаңа ғана біз 2-ші ақаңды үйренген кездегі ұқсас, сол бойынша шертіледі. Ал одан кейін енді 5-ші ақаңды үйренеміз. Ол болса бос шек. Ең алдымен бір шертіп көрсетейін. Ал бұл қашет деген кезде ең әуелі бос шек. Одан кейінгі нотада біз басылмақ 5-ші перненің үсті, 4-ші саусақ 7-ші перненің астын жағында жай дыбысын басады.
Одан кейін жай жай ши. Екеуі жетеміз. Екеу болды. Одан кейін жай. Басырмақ қозғалмай тұрады. Одан кейін 5-ші пернеде жаңағы со және до дыбысын орындаймыз, міне. Одан кейін до рай до. Рай домбыра сезе жетеміз. Одан кейін ши ши рай, міне. Басырмақ қозғалмай тұрады, міне. 4-ші перне мен 7-ші перненің арасына алма кезек, міне. Одан кейін енді 7-ші жақтан үйренеміз. Олай болатын болса, ол мынау болады. Осыны үйренеміз. Олай болатын болса, біріншісі бос шек. Одан ла, 2-ші перненің астында. Одан кейін 4-ші перненің астында ши, басырмақ соны басады. Міне. Міне, сонда. Одан кейін басырмақпен 2-ші саусағы осы беті жылжып, 7-ші перненің астын басады. Астын басады, сонымен қоя береміз бос шек. 2-ші кейін. Одан кейін осы 7-ші перненің астындағы жай дыбысы мен ла дыбысын басып тұрып, 3 қағыс орындаймыз. Асты, асты, үсті. Одан кейін басырмақ қозғалмай тұрады да, 4-ші саусақпен жердегі 9-ші перненің астындағы ми дыбысын басып, ми жай дыбысын орындаймыз. Одан кейін басырмақ соға келеді де, жалғасты. Осы орындаймыз, ол болса, міне, ши ши ла. Басырмақ со астында ши, 4-ші перненің астында. Ши ши ла. Лаға шығады, одан кейін бос шек, үшеу жетеміз. Қазақтың сол қыздар деп аяқ деген соңында 5-ші перненің астын басамыз, 3 қағыс. Одан 4-ші перненің астын басамыз. Одан 2-ші перненің асты. Дегеннен кейін енді 5-тің үсті, 7-нің асты. 7-ші перненің астын басып жетеміз. Сонда жалпы бастан ақырын чертіп сіздерге көрсететін болсам, бұлай болады.